Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Эйни және достар. Бүгін біз ретінде өздеріңіз көргендей құбыжықтар әлемінде выживание бастайтын боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай мына жерде осындай бір түрлі зомбилар жүр. Қазір осыларды ұрып тастайық. Бұл мына жерде бір түрлі екен, өйткені менің қолым бұл жерде көрінбейді. Достар, қазір осы жерде біз выживание бастайтын боламыз. Достар, мынаны қараңдар, бір түрлі бір херобринге ұқсаған бір бәле дейтін. Ұрып өлтіріп тастайық. Жарылады екен, бұл базар жоқ, жарайды, жарылып кетті. Біздің қыпымыз жартысынан да аз қалды қазір. Так, мына жерде біреулер жүр, бір түрлі доктор ма бір бәле. Бұл жерде бізге тиісетіндер де бар, бізге тиіспейтіндер де бар. Ошын сондай, қазір ағаш сындырып алайық. Давайте өзімізге, менің қолым көрінбейтіні өте бір түрлі екен әрине бұл жерде, бірақ сонда да жарайды, ойнай береміз. Не болса да қазір давайте ағаштарды біраз қылып сындырып алайық өзімізге. Одан кейін өзімізге керекті нәрселерді жасап аламыз. Достар, менде қазір 4 ағаш бар. Қазір осы 4 ағаштан өзіме верстак жасап, ал ол верстактан кейін кирка және яғни ағаш кирка жасап, одан мынандай тастарды сындырып, ол тастарды сындырып болғаннан кейін өзіме тастан кирка жасайтын боламын. Достар, қазір бізге 3 булыжник керек. Давайте 3-ін де алайық. Енді өзімізге тастан кирка жасай берсек те болады. Давайте мынандай дубинка жасасақ болады екен, достар. Қазір оны жасайтын боламыз. Давайте екен, не болып кетті мынау? Так, мынау кім өзі? Неғып тұрсың ема, бро? Так, давайте өлтіріп тастай салайық. Шының өлемі өзі неғып тұр? Білмеймін, енді шетінен бір түрлі жазулар шығып кетті. Не үшін шығып жатқан білмеймін. Біреу мені атып жатқан сияқты, походу. Жарайды. Өзімізге қазір дубинка жасаймыз. Енді достар, зомбилардан қорықпасақ та болады. Енді білмеймін, енді зомбилардан қорғай аламау бұл дубинка бізді енді точно айта алмаймын. Бірақ достар, енді қазір мынаны ұрып көрейік. Бұл бізге еш нәрсе жасаған жоқ. Және ана жерде тағы да бір жарылатын жүр. Так, мәсаған, так, ұрамыз да бұны. Қазір достар, біз жар жүрт, біз екі қып қалып қашу керек. Қазір бізге точно, өйткені қазір біреу бізді бір мәрте ұрса болды, өліп қаламыз біз. Мына жерде осындай қойлар жүрген екен. Осы қойларды өлтіріп, өзіме тамақтарды, және шерсть барлығын өзіме алып аламын. Және мынандай біреу жүр. Так, зомби мен жаман отравление беріп жүрді. Менде жартақ қып қалды, достар. Отравлениедан мен өлмеймін, өйткені отравление деген үшін бетін жартақ қып қалдырады менде тек қана. Қазір менде жартақ қып қалды. Қазір мені біреу бір ұрса болды, өліп қаламын. Мынау бір түрлі екен, мынау шетінен жазулар шығарып жібереді. Алдынан келсең өлтіріп тастай салайық ондай адамдарды. Мына жерде тағы да бір қой жүр. Қазір осы қойды өлтіреміз. Және де бізде қазір 5 ет бар, достар. Осы 5 ет енді маған біраз уақытқа жету керек. Қазір өзімізге печка жасаймыз да, сол печкамен осы еттерді пісіріп, одан кейін еттер бізге одан да көп уақытқа жететін болады. Так, достар, енді менде қазір 8 булыжник болу керек. Енді қазір менде 9 булыжник болып кетті. Жарайды. 9 булыжник болса да артық етпейді бізге. Мына жерде бір солдат па біреу жүр. Қазір давайте тамақтарымызды пісіріп қояйық та оны өлтіріп тастай салайық. Өйткені ол маған керек емес. Давайте мынаны саламыз бірінші. Және ағаштарды саламыз. Давайте ағаштан кирканы салып жіберейік. Өйткені ол маған керек емес. Кейін жақ жерге саламыз. Ал мынаны өлтіріп тастай салайық. Жаман алдыңа келгенде нервыңа тиеді екен, достар. Яғни қорқасың, достар. Одан өлтіріп тастауы мүмкін. Жаман қарап тұр адамға. Жарайды, енді так, менде бір ет пісіпті. Қазір оның орнына ағаштар салып қоямын. Яғни отынның орнына. Қазір сол давайте етті жеп алайық. Менде бір-ақ қып қалды, яғни жарты қыпы, вообще бір қыпыдан да аз. Үшін достар, қазір мынау верстакты сындырып аламын. Қолым көрінбейтіні тағы да айтам, жаман көрініп тұр. Яғни жаман емес, енді бір әдеттегідей емес, бір түрлі көрініп тұр. Менде қазір қыпы толу керек. Негізінде қазір анау басқа еттер піскеннен кейін пешімізді аламыз да бұл жерден кетеміз басқа жаққа. Так, достар, енді қазір еттердің барлығы пісіп болды. Енді мынау пешкамызды аламыз да бұл жерден кете берсек болады. Енді басқа жаққа барамыз да қазір өзімізге негізі үй салуға тырысу керек. Үй салып, немесе бір данж ба бір бәле тауып алсақ жақсы болады дейді. Негізінде мына жерде әлі де қойлар жүр, және мынау жүр. Алдынан келсең осындай жазулар шығарып тастайды екен. Давайте қойды өлтіріп алайық. Өйткені қоймаған, бағана айтқандай керек болады оның тамақтары. Қазір менде уже 3 піспеген ет бар екен, жарайды. Оны кейінде пісіріп ала саламыз. Және енді қазір давайте саяхатымызды жалғастыра берейік. Мынау кім? Достар, кәдімгі адамға ұқсайды екен. Ол кәдімгі игрокқа, яғни ойыншыға, Майнкрафттың ойыншысына. Бірақ әрине ол ойыншы емес. Қазір мына жерлерден мен ағаштарды сындырамын, яғни ең алдымен балта жасаймын да өзіме, содан кейін ағаштарды сындырып өзіме үй жасайтын боламын. Қазір давайте енді өзімізге балта жасап алайық. Балта жасау үшін әрине бізге булыжник керек, сондықтан да булыжникті аламыз. Менде қазір 3-еуі бар. Қазір солардан өзіме балта жасап аламын, және де ағаштарды смело сындыра беремін.
В общем дейтін достар, менде қазір 49 ағаш бар, яғни бұл 49 ағашы егерде біз доскаға айналдыратын болсақ одан да көбейеді. Мына жерде тағы да бір солдат жүр екен. Короче достар, менде бір стактан көп ағаш бар деп есептей берсек те болады, өйткені мынаны қазір доскаға айналдырғанда ауыл тұр, доскаға айналдырған кезде бұдан да көп болады. Жаңа ғана айтқанымдай, қазір анау ауылға барып көрейік. Енді ауыл қатты таңғалатын нәрсе емес, бірақ сонда да ішінен бір керекті заттарды тауып қалуымыз мүмкін. Және мына жерде де бір құбыжықтар жүр. Мынау не, қып-қызыл бір нәрсе тұр шетімізде. Давайте қазір солған барып көрейік. Так, не мынау? Ұрылады екен достар, базар жоқ. Давайте ұрып ішінен бір нәрсе түсетін шығар мүмкін. Менің ойымша достар, бұл airdrop сияқты, яғни достар кәдімгі, яғни PUBG-дағы немесе Free Fire-дағы бір airdrop қоқса екен, бірақ ішінен еш нәрсе түскен жоқ. Жарайды, тамақтарды жеп алайық. Енді өзіміздің саяхатымызды жалғастырамыз. Осы ауылда аралап болғаннан кейін мен өзіме үй салып алатын боламын. Ана жерде тағы да солдаттар жүр. Ошын дейтін, давайте мына үйге кіріп көрейік. Қазір кроватьты өзімізге сындырып аламыз әрине, өйткені бізге түнде ұйықтау үшін ол керек. Бағана негізі қойларды өлтірген едік. Давайте мына тамақтарды жинап алайық. Қойларды өлтіріп, содан кровать жасайын деген деп ойлаған едім, бірақ ауыл бізге шығып қалған жақсы болды. Енді бізге ол жүндерді құртудың ешқандай қажеті жоқ. Енді қазір осы ауылды аралаймын да мен өзіме үй салуға кірісемін. Мен анау ауылды аралап бітірдім. Енді ішінен қатты керекті заттарды таптым деп айта алмаймын. Сондықтан да қазір өзіміздің үйімізді салуға кірісетін боламыз. Барлық ағаштардан доска жасайтын боламыз да, және де олардан әрине үй салатын боламыз. Короче достар, қазір үй саламын мен. Өздеріңіз байқап жатқан болсаңыздар, мен үйімді аздап өзгеше қылып жатырмын, өйткені білмеймін, мен стандартты үйлерді салудан шаршадым. Ошын дейтін, менің үйлерімнің барлығы әдемі емес болып шығады. Сондықтан да мен бүгінгі бөлімдегі, яғни бүгінгі выживаниядағы үйімді әдемірек қылып саламын деп шештім. Короче достар, бүгін осындай үй салатын боламын. Көреміз, бұл үй қандай шығады екен, әдемі ме, әдемі емес пе. Ё-моё, достар, мен бір нәрсе ұрып жүр. Так, мына жерде зомби жүр. Так, давайте өлтіреміз. Өлтірдік. Давайте достар, осы жерге кровать қойып қоя салайық. Әйтпесе бізге дейтін қауіпті болуы мүмкін. Өліп қалсақ, анау алыстан шығатын болсақ, давайте кроватьты қоямыз. Болды, кровать бар енді бізде, яғни төсек бар. Енді біз осы жерден шыға аламыз деген сөз. Жарайды, выживаниямызды, яғни үй салуымызды жалғастыра берсек болады енді. Қалай өліп қалды мен? Жарайды, ана жерде біреу жүрген сияқты ғой. Жарайды, барлық заттарымызды аламыз. Ешкім жоқ мына жерде, қалай өліп қалды мен? Базар жоқ. Енді бұл выживанияның бір бактары шығар. Жарайды, онда аламыз барлық заттарымызды, қайтадан үй салуды жалғастырамыз. Негізі ана жерге төсек қойған жақсы болды, өйтпесе басқа жақтан шығатын. Мүмкін мынау шығар мен өлтірген, или мүмкін ол емес. Жарайды. Ошын дейтін достар, мен үйді осы жерге дейін салдым. Әлі бітірген жоқ әрине, бірақ келесі бөлімде мен осы үйді бітірген болып келемін, яғни бітірген болып бастайтын боламын келесі бөлімде. Ошын дейтін, бүгінгі бөлім осымен бітті. Сіздермен бірге болғанмен, ошым, давайте.